қойшы. 30 минуттан асты тұрғаныма. Тағы қанша тұрайын айтыңызшы, қанша шыдайын? Неге баланы жасырып кіргізіп жатсыңдар? Мен білмеймін, мен тура сіз сияқтымын. Сіз мені мына жерде ұстаған сайын мен күмәнім өсіп жатыр да. Мен балама қарсы бір нәрсе істелініп жатыр деп. Балаңызды сізді танымаймын. Бүгін. Бәгі, мына кісіні келіп сөйлесіп, түсіндіріп айтып жіберсін да. Бұл звондасам алмайды да, келіп шығып түсіндірсін да, мен миымды ашып отырмын. Мен танымаймын да ол баласын не жайлы екенін білмеймін ол. Сіз тануыңыз шарт емес қой, сіз заң аясында жұмыс жасасаңызшы. Жоқ, заң аясында емес. Сізге өкіметтің берген. Міне, беріңізші. Мен сізге бере алмайды екенмін. Алдында кіргізіп бере алмаймын мен. Сіз қағазды көресіз да, мені тіркеп кіргізесіз деп ойлаймын мен. Міндетті емеспін оған. Міндетті емессіз ба? Міндетті емеспін оған. Бұл жерде только рұқсат берсе ғана кіргізесіз, иә? Әрине. А кімнің рұқсаты керек сонда? Телефон алып. Кімнің рұқсаты керек сонда полиция мырза? Мен кезекші бөлмеден сұраймын, кімге бара жатқан сіз өзіңіз де білмейсіз ғой, кім қай кісіге бару керек екенін. Бүгін. Сіз не жазсаңызшы, самызға. Мен сізге тағы да бір рет айтып жатырмын. Мен баламның алдында келіп тұрмын. Ол қазір қайсы тергеушінің алдында екенін мен білмеймін ғой. Группада 4-5 адам бар. Мен де білмедім. Кім рұқсат беру керек бұл жерге мен кіру үшін? Кетті, сәл сабыр болыңыз. Тағы да. Жоқ, мен сізге айтып отырмын ғой, егер де қандай да бір полиция Көшеге шықсам тоқтатады. Бала шағама тыныштық жоқ, ағайын туысыма тыныштық жоқ. Балам бұзақылық қылмыс жасаған болса, заң алдында жауап береді. Мен қарсы емеспін. Енді бір үйден бір адам қателік жасады деп бүкіл әулетті, бүкіл жанияны жоқ қылып жіберу керек па? Дәл осы қысымдардың арқасында 2 апта алдын әкем жоғалтып отырмын. Қатты ойланып, осындай жағдайға жетіп отырмын. Мен ешкімнен ештеңе талап етіп отқан жоқпын ғой. Менің сізге сұрағым, бұл заң қара халыққа жүреді ме, жоқ полиция қызметкерлеріне де жүреді ме? Қабылдап, бәрі не бойынша тоқтатқан. Просто жауап керек болып тұр да, мен шын жауап сұрап тұрмын. Бұл менің жан айқайым. Өзіңе қабылдайсың, әрдейсің. Автокөлігінде жоғалған нәрселерге ешкім жауап бермей, ол кезде де майл деп қойғам, жарайды. Қазір де дәл сондай жағдайлар болып жатыр. Мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Заң бәріне бірдей. Егер де қандай да бір полиция тарапынан құқық бұзушылық анықталып жатса, дәлелдемеңіз болса, үстінен шағымдансаңыз болады. Сол құқық бұзушылық жол берген талаптан сәйкес жауапкершілік қаралатын болады ол бойынша. Жоқ, мынау қара халық заңды бұзса, штрафтар, шаралар сразу қолданады, штрафтар төленеді. Лично өзім басынан өткен. Осы полиция қызметкері бойынша. Я мен арыздандым, уже бір айдан асып уақыт өтті, ешқандай өзгеріс, ешқандай ештеңе жоқ. Қайта наоборот қысым көріп жатырмын. Ағайын туысқандарыма келіп қысым жасап жатыр. Сонда біз не істеу керекпіз постой халық? Мен сіздің жауап мен сізге айтайын қазір, бұл жерде ешқандай сізге қысымгершілік болған жоқ. Былтыр 2024 жылы сіздің балаңызбен құқық бұзушылық орын алған, яғни бұзақылық, хулиганство дейді ғой, орысша айтқанда. Қылмыс қозғалды. Адвокат келсін, бірге кіреміз. В чем проблема? Күтпеймін. Онда бұзып көріңіз онда. Тұрғын үй жайға және оның қосалқы ғимараттарына тінту жүргізу хаттамасы, яғни 05 наурыз 2025 жыл Мақтау аудандық полиция бөлімінің тергеу бөлімінің аға тергеушісі полиция аға лейтенанты Бауыржан Бақытжанұлы қалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 199, 252, 254, 256 баптарын талаптарын сақтай отырып, тергеу судьясының санкциясыз тінту жүргізу туралы қаулысын негізінде төмендегі куәгерлердің қатысуымен, яғни өзінің аты-жөнін солға айтып өтіңізші. Қазір адвокатым келсін, айтам. Дауысыңыз қатар шабайт жеңіз, аты-жөніңізді. Белисов Ибрагим Передоваева. Туған ай жыл күніңіз. 1900. Тұрақты мекен жайыңыз. Атакент 13. Держись көшесі 13-ші тұрғынысы. Так, екінші куә. Аты-жөніңіз толығын айтып берсеңіз.